Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келіпсіздер. А1 деңгейі бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бос уақыт. Ендеше қалам дәптерлеріңізді алып дайын отырған болсаңыздар, сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақты әдеттегідей жаңа сабақтың сөздіктерімен танысумен бастаймыз. Мен оқимын, сіздер мұқият дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бос уақыт. Ән, айту, ән салу, би, билеу, шаңғы, шаңғы тебу, коньки тебу, мұз айдыны, тау, тауға шығу, кітап, оқу, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі, көлік жүргізу, атқа міну, саябақ, жарысқа қатысу, сәттілік тілеу. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі жаңа сөздіктер осы. Жазып, жаттап алыңыздар. Келесі тапсырма оқылым. Менімен бірге оқыңыз. Асқар Өскемен қаласында тұрады. Ол 35 жаста. Ол оқушылар сарайында жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Ол спортты жақсы көреді. Мысалы, шаңғы тебуді, жүзуді, коньки тебуді және атқа мінуді ұнатады. Ол бос уақытында қыста шаңғы тебеді, жазда атқа мінеді. Оның отбасы да спортты жақсы көреді. Жұбайы жүгіруді, ұлы коньки тебуді, қызы билеуді ұнатады. Дүйсенбі және сейсенбі күні Оспановтар отбасы үшін спорт күні. Себебі сол күні Оспановтар отбасы жарысқа қатысады. Жарыс Семей қаласында өтеді. Жарысқа Асқар бассейн заттарын, ал жұбайы жақсы кроссовка, ұлы велосипед, ал қызы әдемі көйлек алып барады. Асқардың отбасына сәттілік тілейміз. Мәтінді дұрыстап тыңдаған болсаңыздар, тапсырма орындайық. Мәтін мазмұны бойынша кестені толтырыңыз. Кім, қайда, нені, қашан, не істейді? Осындай сұрақтарға жауап беретін сөздерді мәтіннен теріп жазамыз. Ал сіздерге сәттілік. Орындап болсаңыздар, тексерейік. Тексеріңіз, мәтін мазмұны бойынша кестені толтыру керек еді. Ендеше дұрысын қарап тексеріп алыңыздар. Кім? Асқар. Қайда? Өскеменде. Нені? Спортты. Қашан? Бос уақытында. Не істейді? Қыста шаңғы тебеді, жазда атқа мінеді. Сіздерде дәл осылай орындадыңыздар деген ойдамын. Ендеше жарайсыздар. Ары қарай жалғастырайық. Оқыңыз, керек сөздерді қойыңыз. Үлкендер мен жасөспірімдер. Бізге мынадай мәтін берілді. Өздеріңіз оқисыздар және оқып отырып қандай сөз жетіспейтіндігін көп нүктенің орнына жазасыздар. Ал сәттілік.
Орындап болсаңыздар тексерейік. Үлкендер мен жасөспірімдер, менімен бірге қайталап дұрысын тексеріп алыңыздар. Менің атым Надя. Суретте менің досым Алисия. Біз бір көшеде тұрамыз. Біздің үйіміз жақын. Біз бір мектепте оқимыз. Ол 8-ші сыныпта, мен 9-ші сыныпта. Бос уақытты бірге өткіземіз. Бос уақытта саябақта серуендеуді және ән тыңдауды ұнатамыз. Алисия билеуді ұнатады және оның таланты бар. Ол болашақта биші болуды армандайды. Алайда оның анасы биді ұнатпайды. Оның ойынша билеу мамандық емес. Алисияға қалай көмектесемін, не істеймін, білмеймін. Көріп тұрғандарыңыздай, толықтырған сөздеріміздің астын қарамен сызып кеттік. Соған қарап тексеріп аласыздар. Және мәтінді қорытындылаған сұрақтарды сіздер қалай шешетін едіңіздер? Мұндай жағдайда болғанда қандай жол ұстанатын едіңіздер? Ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Ал ары қарай тапсырмамызды жалғастырайық. Келесі бізде грамматика. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз табыс септік. Табыс септігі қимыл объектісін толық қамтып, нұсқап көрсетеді. Етістік сөзбен байланысты. Мысалы, кітапты оқу, шығарманы жазу. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Формалық көрсеткіші т, т, н, н, д, д. Тәуелденген сөзге н болып жалғанады. Ал сіздерге тақырып түсінікті болса, грамматикалық тақырыпқа байланысты бір тапсырма орындайық. Табыс септік жалғауын жалғаңыз. Берілген сөздерге табыс септіктің жалғауларын жалғап шығамыз. Яғни, жаңа айтып өткендей, т, т, н, н, д, д жалғауларын жалғаймыз. Ал сіздерге сәттілік. Орындап болсаңыздар тексерейік. Кітапты, газетті, биді, әнді, ән айтуды, кітап оқуды, теледидарды, компьютерді, мамандықты, киімді, абайды, сәкенді, әжемді, атаңды, ауылды, Қазақстанды, пәтерді, үйді, шаңғыны, конькиді, Түркістанды, Балқашты, асхананы, мейрамхананы, қысты, күзді. Сіздер де бұл тапсырманы дәл осылай дұрыс орындадыңыздар деген ойдамын. Ендеше келесі тапсырма тыңдалым. Тыңдаңыз, бос уақытын кім қалай өткізетінін жазыңыз. Менің атым Марат. Мен бос уақытымда кітап оқуды ұнатамын. Мен Айжанмын, ән салуды жақсы көремін. Атым Ернар. Мен бос уақытымда спортпен шұғылдануды жақсы көремін. Жұмысым көп. Менің атым Тоғжан. Бос уақытымда теледидар көремін. Менің атым Сәуле. Би билеймін, коньки тебемін. Болатпын. Шаңғы тебуді жақсы көремін. Мұқият тыңдаған болсаңыздар, осыған қарай кімнің немен айналысатын өз тұсына жазып өтесіздер және маған көрсетесіздер. Ал үйге тапсырма, бос уақытыңызда немен айналысатыныңыз туралы шағын әңгіме жазыңыздар. Ал құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.